Қайырлы күн, құрметті мен оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін әдеттегідей тағы да бір жаңа узор үйренеміз. Мінекей, қараңыздаршы, қандай күшті, иә? Оң бет осындай болса, мінекей, теріс беті, мінекей осындай. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Бұл узор негізі өзі 4 қатардан тұрады. Және тоқылуы өте оңай. Мінекей, көрдіңіздер ғой, иә? Қандай керемет әдемі. Ал сонымен осы узорды бүгін тоқып көрейік. Мен мына жерде 23 көз алдым. Сосын мынау теріс жағынан барлық көзді мен терісіне тоқып шықтым. Мінекей. Түсінікті ғой, иә? Ал кеттік. Бисмиллахиррахманиррахим. Ал узорымыздың бірінші қатарын тоқиық. Бірінші көздер қашанда іліп аламыз. Содан кейін, мінекей, бірінші қатарда барлық көзді біз оңынан тоқып шығамыз. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, бұл узорды да өте оңай. Тез үйреніп алуға болады. Мінекей, осыменен узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Екінші қатарда біз барлық көзді терісіне тоқып шығамыз. Мінекей, осыменен біздің узорымыздың екінші қатарда аяқталды. Үшінші қатардан қараңыздар. Біріншін іліп болғаннан кейін, мына 1, 2, 3 көз, осы 3 көзден 3 көз шығарамыз. Мінекей, қараңыздар. Оң білтекешпен мына үшеуін іліп алдық та, мынау негізгі жіпті біз осылайынан үшеуінің арасына тартып алып, тағы да бір жіп іліп алып, мына 3 көздің арасынан тағы да біз бір жіпті өткізіп алдық. Мінекей, үшеуден 3 шықты. Тағы бір қайталап жіберейік. Үшеуден 3 көз шығарамыз. Мінекей. Бұл узорымыздың 3-ші қатары. Мінекей. Осыменен узорымыздың 3-ші қатарда аяқталды. Соңғысын оңға тоқып жібереміз. Мінекей, болды. Узорымыздың енді 4-ші қатары. 4-ші қатарда енді қараңыздар, бұл енді өзі қызық ше. Көрдіңіздер ғой, әрқайсысы үшеуден бөлініп тұр. Жаңа біз оң бетінде үшеуден 3 көзден 3 жіп шығарып алдық, Енді қараңыздар. Мына 3 жіпті қазір біз бұның 2 көзін терісіне тоқимыз. Мінекей. 3-шін қалдыра тұрамыз да, мынау келесі 3-ші көздің 1-ші көзін теріс қылып тоқимыз. Мінекей. Сөйтеміз де, жаңағы қалып қойған жібімізді онда теріс қылып тоқып жібереміз. Мінекей.
мына ортадағы жіп қой, бұны теріс қылып тоқимыз. Мінекей тағы да бір жіп қалып қойды үшеуден. Мына негізгі жіпті алға қарай жібереміз да, мынау келесі үш жіптің бірінші көзін терісінен тоқимыз. Сөйтеміз да, жаңа қалып қойған көзді онда терісіне тоқып жібереміз. Көрдіңіздер ғой. Мына ортадағы жіп терісіне тоқимыз. Мынау келесі үш көздің бірінші көзін терісіне тоқимыз. Сөйтеміз да, жаңа қалып қойған көзді терісіне тоқып жібереміз. Түсінікті ғой, иә? Мінекей осылай біз төртінші қатардың аяғына дейін осылайына тоқып шығамыз. Мінекей соңғысы екі теріс. Осымен узорымыздың төртінші қатары аяқталды. Мінекей узор шамалап болса да мінекей шықты. Енді тағы бір қайталап жіберейік. Узорымыздың бірінші қатары. Бірінші қатарында біз барлық көзді терісіне тоқып шығамыз. Өстіп ұзартып тоқи бергесін, узорды өзі әсте-әсте өстіп шыға береді. Әдемі болып. Керемет қой. Мінекей узорымыздың бірінші қатары аяқталды. Узорымыздың екінші қатары. Екінші қатарында барлық көзді біз терісіне тоқып шығамыз. Мінекей осымен узорымыздың екінші қатарды аяқталды. Узорымыздың үшінші қатары. Үшінші қатарында енді қараңыздар. Мына үш көзден біз үш көз шығарамыз. Мінекей. Оң білтекешті мына үш көздің арасынан мынау негізгі жіпті тартып алдық. Бір жіп іліп алдық. Мына үш көздің арасынан тағы да бір көз тартып алдық. Мінекей. Үшеуден үшеу шықты. Мінекей осылайынан осы үшінші қатардың аяғына дейін тоқып шығамыз. Бар болған сол. Осымен біздің узорымыздың үшінші қатарда аяқталды. Узорымыздың енді төртінші қатары. Жай естеріңізде шығар, иә? Мінекей, қазір біз екі теріс тоқимыз. Сөйтеміз, мына үшінші көзін тоқымай қоя тұрып, келесі мына үш көздің қараңыздар, иә? Бірінші көзін былайынан терісінен тоқимыз. Сөйтеміз, жаңағы қалып қойған жібімізді онда терісіне тоқып жібереміз. Мына ортадағы жіп бұл. Бір теріс тоқимыз. Тағы да бір жіп қалып қойды. Келесі үш көздің бірінші көзін терісіне тоқимыз. Сосын жаңа қалып қойған көзді біз терісіне тоқып жібереміз. Бір теріс. Осылайынан узорымыздың төртінші қатарының аяғына дейін тоқып шығамыз. Көрдіңіздер ғой, қандай өзі қызық-қызық көзі узорлар.
мінекей осымен узорымыздың 4-ші қатарда аяқталды. Соңғы екі көзді терісіне тоқып шығамыз. Соның соңғысы оң. Осымен 4-ші қатарда аяқталды. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай күшті әдемі болып тұр. Тамаша, иә? Ақ жіппенде де күшті болады екен. Осылайынан ары қарай жалғастыра бересіздер. Жаңағыдай 1-ші қатарында кілең оң бетінде оңғы тоқып шығасыздар, теріс бетінде теріскі тоқып шығасыздар. Сосын 3 көзден 3 көз шығарасыздар. Сөйтіп ары қарай жалғастырып кете бересіздер. Ал енді біздің үлкен узорымызды көрейікші қандай екен. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, қандай әдемі болып тұр. Ақшыл түсті шіптерден тоқса, бұл узор вообще керемет болады. Тамаша. Мінекей. Бүгінгі көрсетейін деген узорым осы болды. Сонымен бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Сау сәлеметті болыңыздар. Жақсы.